Мәжілістің жалпы отырысында Ақжол депутаты Ғани Хамзин әр өңірде бірнеше ауданаралық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу керек деп бастама көтерді. Толығырақ Ақжол тайм бағдарламасында тарқатып айтамыз. Еліміздің 8,5 миллиондай азаматы облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар қалаларда тұрады. Бұл олар тұратын қалалардағы спецсондарға қолжетімді адамдар. Ал қалған 10,5 миллион адам қызметтер алу үшін облыс орталықтарына баруға мәжбүр дейді депутат. Жыл сайын жүздеген мың қазақстандық 18 жасқа жетіп, автокөлік жүргізу құқығына ие болады. Мысалы, Үржарда тұратын жас жігіт жүргізуші куәлігіне емтихан тапсыру үшін Өскеменге дейін 480 шақырым жол жүруі керек. Жалпы алғанда, егер бұл адам таңертең келіп практикалық және теориялық емтихандарды тапсырса, сол күннің соңына дейін құжатын ала алады. Бірақ ол үшін оған бір күн бұрын Үржардан шығып, ақшасы болған жағдайда таксимен кемінде 8 сағат жол жүріп келуі керек. Содан кейін кем дегенде 2 түнге қонақ үй жалдау немесе пәтер жалдау қажет. Ал оның жолы болмай, емтиханды тапсыра алмаса, бір жетіден кейін тағы да осыны қайталау қажет. Біздің облыстарымыз да үлкен. Қарағандыдан Жезқазғанға дейін 528 шақырым, Оралдан Бөкей Ордаға дейін 550 шақырым, Арқалықтан Қостанайға дейін 465 шақырым және әр облыста осылай. Бұл ең шалғай ауылдарды айтпағанда, аудан орталықтарынан облыс орталығына дейінгі орташа қашықтық. Ал 2 миллионнан астам тұрғыны бар Түркістан облысының тұрғындары Шымкент пен Алматыға баруға мәжбүр. Өйткені бүкіл облыста, тіпті Түркістанда сертификатталған автодром да жоқ деп ашынды мәжілісмен. Жақында ғана әлеуметтік желіден Шымкент қаласына жүргізуші куәлігіне емтихан тапсыруға келген азаматтардың мамандырылған соның есігіне симай дуалынан секіріп кіргенін барлықтарыңыз көрдіңіздер. Бұл халыққа қызмет көрсету емес, бұл халықты мазақ етіп қорлау. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақжол депутаттық фракциясы келесіні сұрайды. Бірінші, қолданыстағы тәртіпті қайта қарап, жергілікті тұрғындардың тығыздығы мен елді мекендердің ара қашықтығын, қатынау мүмкіндігінің халыққа қолайлығын ескере отырып, әр облыста кемінде 3-4 ауданаралық мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу. Екінші, өз автодромы бар, немесе оны салуға дайын кәсіпкерлерге жүргізуші куәлігіне тапсыруға практикалық емтихандар үшін қызмет көрсету мүмкіндігін ұсыну.